Менің атым Айгүл Исатовамын. Осы шарда туып өскенмін. Мен сіздерге айғай-шуымды көтеретін. Мен полигон 21 соның мүшесімін. Осы 3-4 жыл болды осы мені сұрақты көтеріп жатырмыз. Бұл айғайды көтергеніміз жаман ауру бізді әкетіп барады. Әке-шешеміз де қайтыс болды. Енді мына болашақ ойлап жатырмыз. Өзім осы 60-қа келдім. Осы болашақ жаман ауру көтеріліп, сіздерден сұрайтыным, ана парламентте отырып осы бізге халыққа бұрынғы берген заңды ескірді. Қазір сол қағазбен барсақ бізді қай жерге кіргізбейді. Қарамайды ол қағазға. Сол заңды сіздер жаңартсаңыздар. Бізге жақсы өнім керек, сапалы білім керек, сапалы медицина керек. Соның бәрін сіздерге жеткізгім келеді. Осы полигонға шардан 180 қол жинап мен апарып бердім. Біз сол қанша жыл, 30 жылдай отырдық біз шыдап. Енді шын осы айғайымызды халыққа жеткізейін деп тұр. 30 жылдан міне шығындай өліп жатырмыз. Өзіміз әке-шешеміз өліп жатса да, балаларымыз обал туа салысымен мына Семей қаласындағы больница ашты ғой. Япондықтар. Сол істемей тұр ғой. Бәрі бар. Соны қозғасаңыздар, соны депутаттар жеткізсе, халқымыз түк көрмей жатырмыз. Шар деп айтып жатырмыз, шар статусы бар, шарда бәрі жабылып жатыр. Оны да ескерсеңіздер. Мәселе деген зарплата ол күлкілі нәрсе. Бұл деген ол бетке түкіріп дегенмен бірдейді. Алатын болса, арал жақ болсын, жаңа шеме со жақта арал жақтың нелеріне, мысалы, надбавка 20-30% зарплаталарына. А біз знаете, ядерный полигон, мысалы, 350 ядерлық сынақ өткен төбеде, жерде, және жер астында бүкіл әлем жаңағыдай признавать етіп тұр ғой, шыны керек, мына жерде осы халық қаншама зардап шекті деп. Соның өзінде мынандай енді былайша айтқанда күлкілі ғой жағдай. Ондай деген енді ол бір мұрпын өзіне аласың, ол керек емес ондай ақшасы шыны керек. Не мәле ол бір мұрпы деген, надбавка деген. Сосын жаңағы беременный әйелдерге мысалы 128 емес 170 күн беріліп, и сосын ауру, онкологический ауру адамдарға ғана, мысалы балалар 18 жасқа дейін оларға барып емделуге болады, санаторий деген. Мысалы, енді бұл деген шыны керек, қайтан қарастыру керек, бұл өте дұрыс емес жаңағы нәрселер. Семей полигон адамдарына осындай жәрдемақы деген ол түкірек емес, қақырық деп айтуға болады. Соны дұрыстап қарасаңыздар, енді сіздер Астанадасыз ғой, Астананың адамдары келмейді мына жаққа. Бір министр келген жоқ осы келген. Мысалы, облыс әкімі, мысалы Даниал Ахметов кезінде, мысалы осы жерге келіп әңгіме айтқанын көрмедім. Шыны керек, біз облыс тұрғыны болсақ та. Сол себепті ол жақтың адамдарын да қозғап, сіз сияқты келіп жүрсін қарап, елдің жағдайын жаңа қамын біліп дегендей. Жаңағы Нұртай ағамыз, мен сізді білемін, сіз осы Шанхайда мектеп тоқтатқанында сізге көмектестіңіз. Ол әрі көп рахмет сізге. Сол себепті сізге деген енді үміт артып отырмыз, осы келіп мына жерге жиналып. Ринат ағамызды білеміз, енді көп выступлениемен. Енді қазір тілге жанашыр болып отырсыз, өте дұрыс. Өйткені тілге жанашыр болмаса, мемлекеттік тіл ол қазақ тілі. Ол бәрі ұғыну керек, және де национальный интерес дейді ғой. Сол себепті біз өзіміздің тәуелсіздігімізді сақтап қалу үшін ол бірінші тілден басталады. Сол мәселеде жаңағы жұмыс орындарында көп жерде тіл орысша жүреді, қазақша мүлдем жүрмейді. Қай жерде болмасын, жаңағы қай мекеме болмасын, жаңағы қазақ мыс болсын, Казминерал болсын, Бақаршық болсын, Суздаль болсын, Казатомпром болсын, бәр жерде орыс тілде жүреді. Мемлекеттік тілде ешкім қысқырмайды да, ысқырмайды да, шыны керек. Сосын анандай үлкен нелер болады ғой, автобусный кондуктор болсын, аптекада тұрсын, магазинде тұрсын, орысша білмейді, қазақша білмейді, орыстар тұрады,
неге қазақша сөйлемейін десе, ол мен міндетті емеспін дейді. Ол халықпен жұмыс істеп отыр, ол халыққа жұмыс істейтін адамдар мысалы сондай қызметтерде ол екі тіл білу керек. Білу тез. Орыс тілінде, қазақ тілінде, шыны керек. Мысалы Өскеменге барсаңыз, қазір өзіңіз бір рейд жасап Өскеменде, аптекада болсын, магазинде болсын, қай жерде болсын, мысалы орыс нелер тұр, мысалы біз бір облыс болдық қой, кезінде бардық. Мысалы біздікілер шыны керек, кейбіреулер түбі ауылдан шығып отыр, орысша дұрыс білмейді. Барсаң өзінде ит қылып, ана жерде милиция шақырып, милиция байғұс қазақтарды қамап, сондай нәрселерге де жеткен. Мемлекеттік тіл ретінде заңда ғана жүрген, іс жүзінде мемлекеттік тіл ешкімге керек емес, мемлекеттің өзіне де керек емес екенін әбден көзіне жетті. Өзіміздің қазақтарымызды соттап, жаңағыдай ол бүйтті, сөйтті деп орыстар мысалы жаңағы нәрселерді талқылап отырмыз. Алатын болса, жауып тастайды сөйтіп, шыны керек. Анам ауылдан келді, мысалы, байғұс қазақ не тірегі жоқ, не түгі жоқ, алып соттап жүрген мәселелер де болды. Енді соның енді ол үлкен нәрсе, ол бүкіл Қазақстан бойынша болып отыр, сол себепті қазіргі кезде Украинаны көріп отырсыз, сол себепті мысалы мемлекеттік қауіпсіздік деген бар, мемлекеттік интерес деген бар, сол себепті мысалы Ренат аға сізге айтып отырмын, сіз тіл жанашыры болған соң, енді сіздің